10 сынып Қазақстан тарихы 4 сабақ. Сабақтың тақырыбы Орталық Азия дәстүрлі өркениетін зерттеу тарихы. Дәстүрлі өркениет ұғымының кең көлемде түсіну. Дәстүрлі өркениет дамуының тарихын жітік меңгеру. Осы сабақ арқылы жүзеге асыратын оқу мақсаттары. Дәстүрлі өркениеттің тарихын ұғыммен танысу. Кілт сөздері. Бұл жерде берілген осы сөздердің нақты мағынасына тоқтап кетейік. Дәстүрлі өркениет ежелгі Римнің дүниетанымы бойынша өркениет ақыл мен заңға негізделген басқару жүйесі. Бізге дейін келген азаматтық қоғамдық қалалық мәдениет өркениет ұғымының әлеуметтік мәдени дамуының сипаттау үшін қолданады. Тәуелсіздік алғаннан бері біздің отанымызда тарих және мәдениеттану саласында қазақ өркениет жайында түсініктер қалыптасқан. Міне, дәстүрлі өркениетіміз осы. Дәстүрлі мәдениет әлеуметтік этникалық ортада дәстүр негізінде қалыптасқан саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени қарым-қатынастар жүйесі. Дәстүр латын тілінше сабақтастық, әлеуметтік мәдени мұраның ұзақ уақыт бойы адамдардың атадан балаға қалған әлеуметтік топтың құндылық жүйесі. Енді дәстүрді дәріптеу. Тәуелсіздік тұрғыдан бекуге негіз болған өз халқымыздың әдет-ғұрпы, салт дәстүрі кейінгі ұрпаққа дәріптеп қалдыру. Материалдық мәдениет бір тұтас адамзаттың мәдениетінің бір бөлігі. Рухани мәдениет адамның өзіне және басқа адамға дүние танымына реттейтін дәстүр мен құндылықтардың жиынтығы. Рухани жазба деректер. Жазба деректер дегеніміз бізден сонау көне заманнан күн осынге жеткен құнды деректерді айтамыз. Археология бізге шейін келген зерттелген жұмыстардың нақты болған кезеңдерін, тарихи оқиғаларын оқушыларға дәлелдеп беру. Назар аударыңыздар. Материалдық мәдениет, баспана, киім-кешек, сәндік және тұрмыстық бұйымдар, қару-жарақтар және тағы басқалар. Рухани мәдениет, білім, идея, діни ұстаным, адамгершілік құндылықтар, дәстүрлер. Орталық Азияның дәстүрлі өркениеті туралы жазба деректерінің негізгі топтары: антикалық, ирандық, ежелгі Қытай, ежелгі түрік. Ал енді балалар, Ботай мәдениет жайында видео көріңдер. Айыртаудағы Ботай тұрағы 20 гектарлық бұл аумақ күллі әлем ғалымдарын тартады. Неге екені айтпаса да түсінікті. Осыдан тура 6000 жыл бұрын дәл осы жерде ботайлықтардың қоныстанғаны әрине таң қалдырады. Бірақ бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген факт. Жабайы жылқы тұңғыш қолға үйретілген мекен. Ботай дегенде көпшіліктің ойына келетіні осы. Бірақ ғылыми қауымдастықта бұл пайымдау әлі күнге дейін дау тудырып келеді. Тіпті Ресей немесе Украина аумағында асауға алғаш тұсау салынды деген пікір бар. Алайда биология ғылымдарының докторы Мұрат Нұрышев мұны жоққа шығаруда. Оның сөзінше әлемдегі барлық тұқым асыл жылқының арғатасы ботайлы қарғымақ. Біз қазір зерттеп, ғылыми дәлелдеп жатырмыз. Осы Ботай жылқысынан барлық жылқылары. Мынау ағылшын породасы, араб породасына дейін барлығы осы Ботайдың қаны бар. Генотипті ДНК-ны зерттегенде ағылшын ғалымдары, олар 2-7% Ботай жылқысының қанын тапқан. То есть 2-7 деген ол өте жақсы, неге десеңіз 6000 жыл өтті ғой содан бері. Ботайды осыдан 39 жыл бұрын жерлес археолог Виктор Зайберт тауып бүкіл ғаламшарға танытқан болатын. Содан бері энеолит дәуіріне жататын тұрақты атқарылған жұмыс жайлы ауыз толтырып айтуға болады. Соңғы 39 жылдың ішінде археологтар 15 мыңға жуық шаршы метр жерді аршыған. 100-ден астам тұрғын үйдің орнын зерттеп, 200 мыңнан астам жәдігер, 10 мыңнан астам сүйек тауыпты. Ең қызығы, сүйектердің 99,9% жылқы малына тиесілі. Бірақ Ботай әлі күнге дейін зерттеліп келеді. Өйткені
зерттелетін дүние жететін. Сондықтан қазба жұмыстары бүгінгі дейін жүргізілуде. Алдағы ондаған жылдарда тоқтамақ емес. Ұлыбритания, Франция, Қытай, ақш, Германия, тіпті Дания мен Литва. Оннан астам мемлекет пен 30-дан астам шетелдік ғалым. Бүгінде Ботай мәдениетін терең зерттеуге ден қойған жетістіктер таң қалдырады. Иностранцы, владея новыми технологиями, нанотехнологиями. Шетелдік ғалымдардың мүмкіндіктері зор. Олар бізде жоқ нанотехнологияларды пайдаланады. Осының арқасында Бристоль университетінде Ботайдан табылған қыш ыдыстан қымыздың молекулалары анықталды. Тіпті бірнеше жебеден қан молекулалары табылып, зерттелді. Ал тура бір жыл бұрын Ботай музейге айналды. 40 жылға жоқ уақыт бойы археолог ғалымдардың төккен терінің нәтижесі осында. Қазбалардан табылған артефактілерде интерактивтік аумақта бар мұнда. Қысқасы ботайлықтар қалай өмір сүрді, немен қоректенді, қайда тұрды, бәрін білуге болады. Жер астына 1 метр, 1,5 метр астына қазылған, үстіне 8 неден қабырғадан ағашпен қоршалған олар. Ағаштың үстіне шым, сазбалшық және жылқы малының, яғни жануарлардың терісімен қапталған. Ортасында қарасаң, ортасында қазіргі үйіне ұқсас түндік түстігіні ботайлықтар есіктерін қаралып қойған кезде түндік арқылы саттан шығуға байланысты. Ботайлықтардың тағы бір айтатын ерекшелігі, көше бойынша 10-15 үйден орналасқан, оның үйлердің өздерінің бір-бірімен жер асты байланысымен бар. Бүгінде музей шағын ғана ақ шатыр, ал жоспарлар ауқымда. Алдағы 5-10 жылда тұрақты әлем туристері мен тарихшыларын тартатын мекенге айналдыру. Қорытынды, осы мәліметтердің барлық деректер археолог қазба жұмыстарының нәтижесінде жемісі. Сонымен дәстүрлі өркениет дегеніміз бабаларымыздың мәдениеті, тәжірибелері мен өмір салтын қайталаудағы негізделген өркениеттің бірі. Сұрақ: 1969 жылы Есік қорғанында қазба жұмыстары кезінде қандай маңызды археолог жаңалықтар ашылды? Екінші, неліктен қазіргі замандағы көшпелілердің этнографиялық өмірін бақылау бұрынғы көшпелілермен өмірін тануға көмектеседі? Үйге тапсырма: Қазақстанның археолог ескерткіштерінің картасын қараңдар. Картадан осы параграфта көрсетілген: А. Қола дәуірінің ескерткіштері, Ә. Есік қорғаны, Б. Оңтүстік Қазақстанның ежелгі қалаларын табыңдар.